Кейбір адамдар былай деп айтады: Құдай өзі кешірсін, мен намаз білмеймін енді. Құдай өзі кешірер деп қояды. Сіз бір нәрсені ұрласаңыз, ұрлап ұсталып соттың алдына барсаңыз, сонда сот сізге 10 жылға бас бостандығынан айырылым деп соттаса сізді. Ойбай мырза, мен білген жоқ едім, бұны ұрлаған адам 10 жылға сотталатынын білген жоқпын десеңіз, сот сізді мейлі мына кісі білмейді екен, жіберіңдер демейді ғой сізге. Білуің керек еді, біз заңды жариялап қойғанбыз дейді. Тура сол секілді Алла тағала да айтады: пайғамбар жіберген, кітап түсірген, дін жайылған, барлық жерде азан айтылып жатқан еді, үйренуің керек еді дейді. Тура сол сияқты Алла тағала да білмейді екенсің деп жібере салмайды, қаншама жыл өмір берді.